Бұл шаңырақ Вақ тайпасының, Вақ ұлысының бертіндегі аталар болып келетін. Алты Қасым атанған Қасымның алтынның бір Өтеп, Өтептің баласы Қожан, Қожанның баласы Бөрбай. Яғни Өтептің немересі Бөрбайдың қара шаңырағы. Бөрбайда үш ұл болыпты. Қоқжай, Төребай, Жәнібек деген. Сонымен бұл Бөрбайдың шаңырағы кенжесі Жәнібектің қолында қалған. Жәнібекте 5 ұл болған. Бай болсын, жан болсын, Бөжек, Бөденай, Бөлтөк деген. Сонымен Жәнібектің кенжесі бұл шаңырақ Бөлтөкте қалған. Бөлтөктен кенжесі Әділхан атамызда қалған. Сонымен Әділхан атамыздан қазіргі бұл шаңырақты көз қарашығындай қорғап сақтап отырған Құмыл аймағы Аратөрік ауданы Нәріңкір Қазақ ауылындағы Қалел Әділханұлы деген атамыз. Осы шаңырақты ұстап отырған қасындағы Адал деген апамыз Абақ Керейдің Жәнтекей атасынан. Бұл енді шаңырақ жасалуын әзіргі мөлшер ғой, енді мөлшерлегенде 1,5 ғасыр мөлшерінде болды ма деп тұрмыз. Мүмкін 6 айда жасалды ма, одан ары қарай жасалды ма. Сол 6 айдан бері қарай басып отырып, Манас сауаныңызды, Чонжы морийіңізді, Барып көліңізді басып, мына жағы Гансудың жазығын басып, Шиқай Кизаңның сары дүтін басып, Индистан Кашмир шекарасына дейін барып, қайтайланып, ең соңында осы жерде Нәріңкір ауылында тұрақтаған. Енді бұл шаңырақтан жаңегі Бөрбай атамыздың 13 немересінде мөлшері 500 түтіндей болды ма дейміз мөлшері. 1-2 мың жан болу керек. Осындай ұрпақ өрбіген. Бұл ұрпақтар Алтай аймағының Шыңғыл ауданы, Тарбағатайдың Толы, Сауан, Санжының Манасы, Санжы қаласы, Санжының төңірегіндегі ауылдар, Үрімжі қаласы, Үрімжінің төңірегіндегі Нәнсан, Табаншың райондарына, Чонжы районына, Мори Қазақ Атбемұл ауданына, одан кейін Баркөлде, одан кейін өзіміз тұрған осы Нәріңкір Қазақ ауылында, Құмыл аймағында, Лом қалашығына дейін таралған. Арғысы арғы беткесін. Бұл шаңырақтың тарихы осындай екен. Бұл енді шаңырақты әзір көріп тұрып, көне өткен ата-бабаларымыздың бастан кешкен рухын қорқын заманын еске алып тұрып, әзірге осындай қой үстінен бозторғай жұмыртқалаған Ұлы Жүңго Коммунистік партиясының Дәнішпан басшылығына айрықша алғыс айтамыз.